Автобазар Алматы қаласы көлік сататын базарға тағы да келіп қалдық. Күн тамаша жылы болғасында Бүлке сен сұрап отыр, іздеп отыр ба? Мен бармын, мен қалмаймын қасынан. Кешегі 2 видеода жоқ болғасын іздеп отыр. Негізі бармын ғой, просто түспей қалдым ғой. Мен түсірмей жүріп Ал қайсыдан бастайық? Міне көр. Апарзан көлік бар, бірақ та енді. Қазір онда көрсетеміз. Ең апарзан ба? Иә. Қай жылғы? 95 дей ме не? 95. Сау. Қартайған көлік екен. Subaru дейді ма? Ол Subaru не айтқың келмей тұр ма не? Білмеймін, айналып шықтың ба? 95 жылғы, объемы 2/2, бағасы келісім бойынша деп жазып қойыпты. Бензинмен жүреді екен. 4/4 деп еді. Телефон нөмірі мынау, енді бағасын жазбаған. Мына Aveo деген көлік. Ол не деп еді жаңағы? Не деп еді? Алматы менің ағасы деді ол. Кобальттың ба, ненің Кобальттың тұқымдары бойынша. Мынасын көрсетейін, алды артын жанын. Қазір бағасын Бүлекең айтасың ба? 2.600.000. Иә. 2007 жылғы авион 1/2 механика. Пробеги 200.000. Алдыңғы жетек. Телефон нөмірі мінекей жазылып тұр. Мынау Lada Kalina керек болса, Lada Kalina көп кездеспейтін еді. Ең кішкентай көлік. Орыстардың шапшаған көлігі бұл деген. Қазір шыға ма, шықпай ма? Айтып жіберіңіздер, жазып жіберіңіздер. Lada Kalina. 2014 жылы екен. Авион 1/6 механика. Бағасы 2.500.000. Мынау болды ма? Иә. Телефон айтыңызшы. Телефон нөмірі мінекей жазылып тұр. Үстіңе хабарласыңыздар, бірақ 2,5 миллион деп тұр енді. Камридің арзан түрі деймін ба? Қалай арзан? Бағасы арзан ба не? Білмеймін енді. Капотының жері шұрқ тесік болып отыр екен. Бұл енді арзан қатар ғой. Иә. Сосын айтып жатқаным ғой, арзан деп. Бұл қазір арзан қатарда жүрміз, көрермендерім. Біздерді арзан, жаңағыдай шорт, мусор көрсетіп жатыр демеңіздер. Әркім өзінің барына келіп сатуда бұл жерде. Сондықтан бұл сондай қатар жақсы көліктерді алдағы видеоларды көрсетеміз. 92 жылғы Camry екен, объем 2/2, коробкасы автомат 2 миллион теңге деп тұр ал. Телефон нөмірі мынау. Ал енді арзан қатарда жүргесін, арзан көлікті көрсетіп кетейік. Бұл Mitsubishi сияқты. Солай ау деймін. Сыртқы келбеті мынау жағдай. Көріп тұрсыздар. Енді қазір бағасына сай олар Mitsubishi Galant екен бұл да. 4 пакета, кондиционер, подогрев зеркал, передний, задний, все. Қазақша айтшы, айналайын, қазақша. Қазақша білесің ба? Білемін. Болды мінекей. Қазақша сөйлесеңіз, мен қазақ екенін көріп тұрсыз ғой. Мен қайдан білемін, я откуда знаю? Түрімде қазақ емес, ұйғырмен қазақша жаздырмаңыз. Қазақ басқа, ұйғыр басқа. Мінекей мынандай. Есігі мынау. Жылы жоқ екен. Қайдан келдің? Жылы қайда, жылы. 95. 95? Қайдан келдің дейсіз бе? Біз Атыраудан келдік, Атырау. 950 мың дейді. Тез арада сатамын дейді. Бірақ телефон нөмірін жазбаған екен саға. Енді осы базарда тұрғасын көрсетіп жатқан арзан қатарда жүргесін. Мына Camry 10-дық деген көлік екен ал. Мақтауын жеткізіп жатыр. Міне багаж үлкен деп жатқаныңыз ба? Спальня екен, спальня. Жататын жер екен. Сиденье жатса, одан да үлкейеді дейсіз. Содасы болады дейді. 2 миллион теңге сұрап тұр екен бұл көлікке. Шын көрсетейін. Ал жылы қай жылғы? Ал 96 дейсіз. 2010-нан кейін жүргізбейді деп отыр. Алда уақытта. Оны қайтеміз? Өтірік қой дейсіз бе? Биыл айтып өтсе бір егізділікті күшіне еніп қалса қайтеміз. 96 жылғы мінекей, объем 3 автомат. Бағасы 2 миллион. Телефон нөмірі мынау. Бұл Camry 10-дық деген. Тағы да айтайын. Бензин жемейді дейді. Қалқып, плавыны жүріп дейді. Ал 10-дық деген сондай көлік бұл өзі. Алыстан бір көрсетіп жіберейінші. Мөр Audi жалтырап шыттай болып тұрған сияқты. Ал көрсетейік шал. Бағасы шыттай ма екен дейсің ғой? Мынау мен байқап тұрмын иә қазір. Ескі көлік деген қатар деген өте көйіп кеткен да. 2010 жылдан бастап жүргізбейді дегесін бәрі ескі көліктерін әкеліп сатып жіберіп жатыр ма деп ойлап тұрмын. Десеңіз бұрын бұндай көп болмайтын еді. Бұндай ескі қатарда. Іші мынау Audи'дің. Бұны сіздер қалай түсініп жатсыздар? 2010-нан бастап жүргізбейді деген ақпаратты. Есіктер мынау. Инжектор дейді ғой.
Инжектор дейді. Инжектор автомат. Автомат. 2 миллион теңге сұрапты телефоны. Мынау 92 жылғы объем 2 дейді. Сүйкімді ол аппақ Audi A6 деген тұр екен. Көліктер дейін бұл да кезінде болған. Бұл 95 жылы екен. Ал 95. Гаражда сақталған дейді. Бірақ бүгін алып келген дейді. Онда қалай түсінуге болады? Объемы 2,6. Бәрізден шықпаған болып тұр ғой. Механика екен. Механика. Алдыңғы жетек, іші велюр. Пробег родной дейді, бірақ жазбаған екен. Так, бағасын да жазбаған екен. Телефоны да жоқ. Жазбаған ба бағасын? Иә. Моторы мынау тап-таза. Моторы да салоннан шыққан сияқты новый болып тұр, тап-таза. Бұған сіздікі ма? Қанша? 2,6. 2 миллион 600 дейді. Осы бұл. 95. Audi A6 жағдайы. Бүгін кішкене арзандау көліктер бар сияқты да енді, бірақ жолда енді ескілеу, бірақ алдындағыдай емес кішкене. Неге дейсің, мана бірдеме айтып өтеді? Енді айтып отыр ғой, ескі көліктерді жүргізбейді 2010 жылдардан бастап. Сосын жұрттың бәрі сатуға кірісіп жатқан шығар. Әне бүлікеңде біледі деймін бірдемені. Ол бүткіл жаңалықтар жібермейді. Тенгірі не үстіп отырады, не айтып өтеді. Мынау дейді, премьера. Nissan Primera деген көлік. Жағдайы мынау, көрсеткіштер. Бағасы да өзіне сай енді. Есіктер мынау, салоны мынау. Машина ішіне демектер тізіммен енчек. Сасып кетеді осы деген. Nissan Primera'ның жылы, 92 жылғы. Объем 2. Механика екен. 850 мың дейді. Телефон нөмірі. Міне. Нешеге бересіз? Көріп атық міне. Сұрап атыр адамдар. Bilmiyorum, айтсын дейді. Қанша? Ha? Иә. Электропакет істемейді. Электропакет істемейді? Ерулі бар екен жасайды. Мына жер табалдырығын жасау керек дейді. Жасайтын жері көп қой, енді айтшы, қаншаға бересің? 650-ге беремін. Ішінде де мынаның бәрін тазалау керек. Ішіне салып ауыстырып керек сияқты. 650-ге беремін дейді ал. Жаңа нөмірге хабарласып көресіз дейді. Мотор коробка зың деп қояды ғой. Зың. Андай арзан машина деп қойайын ба? Ең арзаны базардағы осы деймін да қазір кездескен. Ал 700 мың дейді. 700 деп жазып қойыпты. Одан да түсіретін шығар деп ойлап тұрмын. Не деген машина өзі? Түсі деген кезінде әдемі болған машина екен. Кезінде әдемі болған түсінің ұршыш. Қазір де өңін өтіп тұрған жоқ негізі. Бір сырлап алса дейсің ғой. Елеміз көкірек кісілер жағылған. Кім деген маған? Не деген машина? Карина? Карина 2 дейді. Карина 2. Мәссаған, мен басқа бірдемеде ойлап жүрмін. 700 мың саудасы бар дейді. Нешеге? Қаншаға? Боямағанда да айтшы, қарап сұрап отыр міне. 500 ба? 500-ге жоқ дейді ал. 700 бен 500-дің ортасында болатын болып тұр ғой. Ал бұны жүргізбей қалса не істейміз? Сөйтіп айтып отыр адамдар. Қазақстан оған дамыған жоқ қой дейтін жерде бір ағамыз. Карина Е деген қып-қызыл болып жалтырап тұр екен. Дөңгелектерінен ойдан салып қойыпты. Көріп тұрсыз, қып-қызыл болып жалтырап тұр. Әрбір көлікті осылай сөйтіп қойса, кішкене түрін беріп тұрады Карина Е. Ішін көрейік, сіздердікі ме? Сіздердікі ме? Кілтеп қойып тұрған, машина әкеліп кілтеп қояды. Ал, қазір бағасымен таныстырайық. Гүлікің сені неге таныстырмайсың? Сен зойытты бер. Toyota Карина Е 95 жылғы объем 1,8 3 миллион теңге деп жазып қойды телефоны мынау. Ал еді? Басып болып жүрейін деп едім деймін, тек қарап, машиналардың бағаларын зерттеп, ойланып. Бастырып, креслода отырады. Жоқ, мына базардың несін қарап оқы, нарықтың нелерін. Honda. Иә? Иә, Кім дейді? Аккорд дейді? Аккорда. Иә. 99 жылғы, объемы 2, механика. Бағасы 2 миллион, алдыңғы жетек, телефоны 747, 521, 71, 61. Иә. Болдың ба айтып? Мә, телефонына дейін бәрін зуылдатып. Мәғыз, сатып кетті. Сатып кетті? Ой, құтты болсын. Қаншаға саттыңдар? Сатып кетті дейді әнжеді олар дейді. 1 миллион 950 теңгеге сатып кетті дейді. Иә. Тек 50 мың теңге түсірдіңдер ма? Жақсы сатқан екенсіңдер, ойларындағыдай. Мына Ауди толып кеткен ба не? Кезінде баяғы бір 15-20 жыл бұрын келген Аудилар ғой олар. Өздері 95-тер шыққанмен немістерде бұл содан кейін барып
Қазақстанға кеткен Audilар ғой. Енді бір 10 жылдан кейін Cobalt'тер, Avio'лар тұратын шығар. Базарда сатылымда. Кәшін көрсетіп жіберейінші. Салоны мынау. Күшті бағасы қалай? 95 жылғы. Объемы 2.6 автомат 3 миллион 100 мың дейді. Телефон нөмірі мынау. Бұларды айтамын да, негізі кезінде хит болған машиналарға деймін да. Бір 10-15 жылдан кейін келген Cobalt'тер тұратын шығар бұлардың орнында базарда да. Солай қойын. Күліген мүнжеген тағы да арзан көлік тауып. Неге арзан көлік іздей бересің, Күліген? Енді жұрттар арзан көлік көрсетші, арзан көлік дейді ғой. Сосын көрсетіп тұрмын ғой. Көрермендерім бе? Иә, мен көрермендерім үшін бәрін істеп жатырмын ғой. Мынау Opel. Иә, айтып еді, таныстыра беремін. 94 жылғы, бірақ Германиядан алып келген. Объемы 1.6, механика. Алдыңғы жетек, телефоны 705 286 9099, телефоны. Так, бағасы 700 мың. 700 мың, одан да түсіреді ғой. Мана бір 700 мыңның көлігін 500-ге лақтырып жіберді ғой. Иә, сразу лақтырып жіберді ғой. 200 мыңды. Не гольф іздегендеріңіз болса, шағып-шағын машина, бұл негізі жақсы машина, бұл да немістердің көлігі. Ең шағын, ең үнемді, әрі бұл иномарка. Жылы жаңа болса, жақсы жүріп тұрған болса, алуға болатын көліктер, қаланың ішінде жүріп тұруға. Мынау ішкі панельдері анау. Есіктері мынау. Не ол Күлік айтпайсың ба? 92 жылғы, объем 1.8 механика, бағасы 1.450 мың. Телефон көрсетіп жіберейін. Ал мінеки телефон Осы базардағы ең арзан гольф. Гольфтан ба? Мана 500-дің машинасын көрдің анжа. Жоқ, гольфтардан арзан тұр. Солай ма? Жақсы. Мынау орыстың көлігі жағаласып мына жерде тұр екен. 14 дейді ғой. 14 қай жылға? 2003. 20 жыл. 21 жыл. 21 жыл болған көлік. Бұлай қарағанда, сыртынан қарағанда керім болып тұр. Мына жерде не болып қалды? Это сегодня ударили, когда ехал сюда. Не, машина соғып кетті ма? Иә. Қазақша айтшы, қазақша жақсы білесің ғой, сеншік. Біздің көрермендер қазақшаны жақсы көреді. Іші мынау панельдер әні 14 күттім. 14 кезінде дарылдатып айтады ғой бұнда. Мықты көліктер болды ғой. Телефон нөмірің жазылып тұр ма? Қазір көрсетем. Мынау телефон нөмірі бағасы миллион теңге дейді. 2003 жылғы 14. Түсіретін жарысында саудаласы болады нөмір мысалы. Саудаласы болады дейді. Мынау Карина Е. Карина ені осы. Жақсы машина дейді ғой. Иә, жақсы сөйт осы көлікті бар Каринаны. Каринаны жақсы көлікті айтып береміз. Не кетсің? Бұрынғы сүйегі жақсы көліктер ғой. Так, қазір айналдырып ішкі сыртын бәрін көрсетіп шығайын. Так, ішкі салоны. Салоны мынау. Карина ені. Механика ма? Механика екен. Есіктері мынау. Көлікті таныстырмадың ба не? 92 жылғы, миллион 650, объем 1.6. Телефон айтшы. 747, 396, 9180. Адам көп екен көрсетіші дейді Күлік. Адам көп деген күн жылы. Машиналарды көп, бірақ адамдар да көп сияқты саудаласатын адамдар бар. Бар ғой да, саудаласады. Босқа жүрген жоқ қой. Босқа жүрген жоқ, саудаласады. Көзімен көріп тұрмын деймін ба? Мынандай Елантраны көрдіңіздер ме? Күлекең бірінші рет көрдім де Елантраны дейді. Ол кілең салондағы мынау Елантраларды көріп, көзі соған үйреніп қалған ғой. Көрермендерім, сіздер де көрмеген болсаңыздар, көрсетіп жіберейін. Баяғы Елантраны. Мынау жағдайы механика екен. Иә? Бұндай Елантра деген жаңадан шыққан сондай деп ойлап жүрмін ғой, баяғыдан бар ма? Баяғыдан бар, бірақ кузовтар жаңара береді ғой. Дегендей. Камри да баяғыдан бар деген сияқты. Иә, оларды білемін ғой енді. Шығара береді. Мына 98 жыл екен. Иә, миллион теңге дейді. Телефон нөмірі мынау. Анау не дейді? МКПУ деген ау деген? Механика дейді. 5 ступенька. Алысың? Мазда ғой. Мазда? Иә. Бүлке шатасып тұрған жоқсың ба? Енді. Volkswagen. Солай ма? Бүлкең сенде шатасады екенсің ғой да? Иә. Мен де адам баласымын ғой. Сен маған үйретіп тұрсың ғой негізі. Бұл Volkswagen Venta. Venta көп кездеспейді негізі. Осы бір түйір Venta ойдым да базарда тұрған да? Солай ма? Басқа Venta жоқ сияқты көрген жоқпын. Жағдайы мынау, қазір ішін көрсетейін. Ішкі салоны мінекей, панельдері мынау. Базарда тұрған жалғыз Venta ойдым да?
Едік қояды. Қалай шолып тұрма, мен артта ең колонканы қара. Не істейсіңдер оны? Дискотека жасап жүрсіңдер ма? Есіктері міне көріп тұрсыздар. Бентаның жағдайы бағасына сай ма екен, Гүлеке айтшы ал. 1.250.93 жылға. Объем 1.8 механика. Алдыңғы жетек. Содасы бар түсірем деп тұр ғой енді. 77 мың жүрген деп жазып қойыпты енді. Осы. Мен ана номерді қарадым да, сол жерде Mazda деген жазу сияқты болды. Соған Mazda деп қалған болып тұрмын ғой. Бәсе, Гүлекеңнен шатаспайтын еді. Мына жерде өздері Mazda деп жазып қойған екен, Гүлекең шатастырайын деп. Ана қара. Гүлекең шатасып отыр ғой ана Mazda деп. Mazda деп ойлап қалдым.